Армысыздар, ардақты ағайын. Менің көрермендерімнің көпшілігі «Сделано в Казахстане» АК-79 каналында маған неге бұрын қазақтар қырғыз деп аталған деген сұрақты өте жиі қояды. Қазіргі таңда осы сұрақ кәдімгідей өзекті мәселеге айналып бара жатқанын аңғаруға болады. Мысалы, қырғыз халқының арасында Қазақстан деген мемлекет болмаған, оның орнында Қырғыз кеңестік социалистік республикасы болған деген пікір бірте-бірте қалыптаса бастап күшейді. Бұл пікірді одан әрі қиындататын тағы бір мәселе, ол Қазақстан мектептеріндегі тарих мұғалімдерінің көпшілігі қазақтарды неге қырғыз деп атады және неге байланысты болды деген сұраққа дұрыстап жауап бере алмауы. Бұл тек сол типа ұстаздардың білімсіздігінің ғана белгісі емес. Бұл жалпы Қазақстан тарихы ғылымының айдаладағы тақырыптарға ілесіп, қарапайым халыққа керек деген нәрселерге көңіл аудармауы. Егер маған сенбесеңіз, таныс тарих пәнінің мұғалімдеріне осы сұрақты қойып көріңіз. Сонда ол сізге не деп жауап беретінін өзіңіз байқайсыз. Осындай дәрменсіз мұғалімдердің арқасында бұл мәселе қазір үлкен проблемаға айналып, болашақта кейбір қырғыздар қазақ территориясын өз меншігі деп санауы мүмкін. Және де осындай көзқарасқа қазақтар нақты жауап бере алмауы да мүмкін. Оның үстіне бұл үрдіс қырғыз ағайында басталып та кетті десек болады. 2017 жылдың 7 қазанында сол кездегі Қырғызстан президенті болған Алмазбек Атамбаев келесі сөз айтқаны белгілі. Мы хорошо знаем историю. Казахи — это мы, которые больше 500 лет назад выбрали султаном себе Чингизида. Бұл үрдіс ақырындап көрші Ресейде де орын ала бастап, қазақтар қайтадан қырғыз деп атау жекелеген монографиялар мен мақалаларда ғана емес, сонымен қатар үкіметтік энциклопедия басылымдарда да қалыптаса бастады. Нақты айтатын болсам, 1994 жылы жарық көрген омбы тарихи өлкетану сөздігінде, немесе Саратов тарихшысы, тарих ғылымдарының докторы Плевтің «Немецкие колонии на Волге во второй половине 18 века» монографиясында қазақтар қырғыз деп аталып көрсетіледі. Осы тенденцияға ілесіп, Қазақстанның сол түстік өңірлерінде кейбір тарихшылар да өз еңбектерінде қазақтарды қырғыз немесе қырғыз қайсақ деп атап бара жатыр. Осы бейнероликті мен сіздерге қазақтарды қырғыз деп атап кетуінің тарихымен таныстырып қана қоймай, осы өзгерістен кім пайда көргенін айқындап, нағыз қырғыздарды сол кезде қалай атағанын да айтуға тырысамын. Бұл бейнероликті достарыңыз бен туыстарыңыздың арасында таратыңыз. Мүмкіндігінше көп адамдар осы ақпараттан хабардар болсын. Ендеше бастайық. Жалпы қазақтарды қырғыз қайсақ деп атап кету дәстүрі өзінің бастауын 1734 жылдан алады. Ең қызығы, бұған дейін Ресей тарихшылары ғана емес, Ресей империясының ресми құжаттарының өзінде де қазақтар қазақ деп аталып келген. Мысалы, 16 ғасырдағы орыс мәдениетінің әйгілі ескерткіші саналатын үлкен сурет кітабінде келесі мәліметтер келтірілген. Промеж озера Акбашлы и реки Саук, и озера Акколь, и по обе стороны реки Кендерлика и реки Сарсы, и Песков Каракум на 600 верстах кочуют казацкие орды. Сонымен қатар, 1534 жылы Ноғайларда болған Ресей елшісі Данила Губин патша Иван Грозныйға қазақ халқы туралы келесі мәліметтерді хабарлайды. А казаки, государь, добрый, сильный, а сказывают, Ташкент воевали, и ташкентские царевичи дважды бились, а казаки их побивали. 17 ғасырдың бірінші жартысындағы Сібір жылнамашысы Савва Исиповте өз еңбектерінде қазақ хандығын Казацкая орда деп атайды.
1722-1724 жылдары Жоңғарияға батыл сапарға шыққан орыс елшісі Иван Унковскийдің журналында да Сарыарқа халқы қазақтар деп аталады. Осының барлығы патша әкімшілігінің қазақтар туралы жақсы білгенін дәлелдесе, онда неге қазақтар кенеттен қырғыз деп аталғанына таң аласың. Бұл шамамен келесіндей ситуацияда болған жағдай. 1734 жылы Санкт-Петербургке кіші жүз ханы Әбілқайырдың ұлы Ералы Сұлтан бастаған қазақтардың делегациясы ресми сапармен келеді. Патша үкіметі бұл оқиғаны өзінің бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен жариялауды ұйғарып, Ресей мемлекеті тұрғындарының арасында қазақтар туралы мәліметтерді таратуға тырысады. Патша үкіметінің ресми өкілі саналған Санкт-Петербург ведомостилері газетіне қазақ халқы туралы ұзақ мақала жариялау тапсырылады. Өз кезегінде осы газетаның бас редакторы Михаил Ломоносов мақаланың жазылуын бір қызметкеріне тапсырады. Ең қызығы, өзі қазақтар жайлы жақсы білмеген Ломоносов қызметкерінен қазақтар туралы бірдеңе білесің бе деп сұрауға да батпаған, немесе ойына кірмеген. Апыл-ғұпыл айту Михаил Ломоносов патша үкіметінен тапсырманы алып, осы мақаланы жазуды өзінің бір қатардағы қызметкеріне бере салады. Бұл жағдайда қазақтар туралы ештеңе білмейтін қарапайым журналист не істейді? Әрине, ол ақпарат көздерін іздей бастайды да, сол кездегі Орта Азия халықтары туралы ең танымал кітап Видзеннің Северная и Восточная Тартария еңбегінен мағлұмат құрастырады. Егер бұл кітапқа толығырақ тоқтайтын болсақ, бұл кітапты 1692 жылы голландиялық дипломат Николас Витсен 1664-1665 жылдары Ресей мемлекетіне сапар кезінде сақтаған жазбаларының нәтижесінде шығарған. Бұл жазбалар бірақ тек Витсеннің өзі көргенінен ғана емес, сонымен қатар әрдайым шындықты айтпаған ресейлік шенеуніктердің, саяхатшылар мен көпестердің әңгімелеріне де сүйеніп жазылды. Сондықтан бұл кітапта бір шама шындыққа ұласпайтын мәліметтер көптен кездеседі. Бірақ дегенмен бірінші Петр кітапты ұнатып, өзінің жеке бұйрығымен 1705 жылы осы еңбектің екінші басылымын жарыққа шығарады. Не десек те, бірақ Витсен өз кітабында башқұрттар, енесей қырғыздары, хакас және қазақтар туралы сипаттама береді. Және де сипаттама бере отырып, қазақтар туралы толық ақпарат осы кітаптың Бухария деп аталған ең соңғы тарауында орналастырылады. Ең қызығы, Витсен өз еңбегінде қазақтарды қазақтар деп атайды. Міне, қазақтар туралы тапсырыс алған журналист осы кітапты негізгі ақпарат көзі ретінде пайдалануды шешеді. Бірақ Голландия тілінде жазылған осы кітапты толығымен оқымаған, қазақтар сипатталған Бухария тарауына жетпеген, кітап мазмұнның бірін түсінсе, екіншісін түсінбеген осы журналист аяғында асығыс жазған мақаласында «В Петербург прибыла делегация киргиз-кайсаков, которые произошли от енисейских киргизов» деген тұжырым пайдаланады. Өз кезегінде Ломоносов мақаланы тіпті оқымай-ақ, император тапсырысын уақытында орындау үшін осы мақаланы дереу жариялауға бұйрық береді. Бұл жерде айта кететін тағы бір жай, Санкт-Петербург ведомостилері газеті Ресей империясының негізгі ресми басылымы болғандықтан, осы газетте жазылғанның бәрін оқырмандар патша сөзі деп қабылдайтын. Сондықтан қазақтар туралы осы мақаланы Ресей империясының қарапайым халқы тұрмақ, шенеуніктер мен ғалымдары да кеңінен қолданып, іс қағаздардағы және мемлекеттік маңызы бар ресми құжаттарда қазақ сөзі енді қырғыз деген сөзбен ауыстырылады. Кейін осы қырғыз қайсақ деген терминді Паллас, Георгий секілді орыс тыңшылары
іліп жөнеліп, өз еңбектерінде қырғыз қайсақ терминін әрі қарай таратып жіберсе, патша шенеуніктері бұл мақаланы қазақтарды Сібір және Жайық казактарынан ажырату үшін кеңінен пайдаланды. Міне осылай қазақтар алдымен сауатсыз журналистің және Ломоносовтың жалқаулығының арқасында, содан кейін орыс тыңшылары мен шенеуніктерінің арқасында қырғыз қайсақтарға айналды. Бірақ байыпты ресейлік ғалымдар бұл журналистік қателіктерді түзетуге тырысты. Қырғыздарды қазақтармен шатастырмау керек деп 1750 жылы академик Миллер, одан кейін орыс саяхатшысы Барданес, одан кейін орыс шығыстанушысы Левшин, орыс этнографы Мейендорф, Торғай облыстық әкімшілігінің аға кеңесшісі Крафт секілді Ресей империясының бірнеше атақты ғалымдары жазды. Қазақтар мен қырғыздардың екі түрлі халық екенін тіпті еуропалық дереккөздер де жақсы білетін. Мысалы, 1756-1758 жылдары шыққан Жозеф де Гиннің көшпелі халықтар тарихы туралы әйгілі 5 томдық кітабында, ұлы француз ағартушысы Денис Дидроның Татары мақаласында қазақтар туралы керемет мәліметтер беріліп, олар қырғыздан бөлек екендігі жазылады. Бірақ Ресей империясы өз қателіктерін мойындауға ешқашан жүрексінбаған. Керісінше көп ұзамай Ломоносов пен оның қызметкерінің қателігін Ресей билігі өз мүддесі үшін пайдаланды. Тек қазақтарды ғана емес, қырғыздарды да бағындыруға жоспарлап көзденген Ресей әкімшілігі 1867 жылы қырғыз сөзін қырғыз қайсаки терминінің орнына қолдана бастайды. Мұндағы басты мақсат Ұлыбритания, Қытай және Персияға тек қана Қазақстан аумағы емес, қазіргі Қырғызстан да Ресей империясының иелігі екенін жеткізу. Ал енді қазіргі нағыз қырғыздарға келетін болсақ, орыс деректерінде олар қара қырғыз деп атаған. Сонымен қазақтарды Ресей шенеуніктері қырғыз қайсақ деп атаса, қазіргі қырғыздарды қара қырғыз деп атаған. Ресей империясы құлап, большевиктер билікке келгеннен кейін кеңес ғалымдары қазақтар мен қырғыздар әртүрлі халықтар деген мәселені тағы да көтереді. Мысалы, Вернадский секілді тарихшылар қазақтарға өзінің алғашқы атын қайтару керек екенін ашық жазады. Сондай-ақ қазақтар да өздерінің туған есімдерін қайтаруды талап етіп, қырғыз болудан бас тартады. Бұл мәселені шешудегі тартыста Сәкен Сейфуллиннің Еңбекшіл қазақ газетіндегі «Давайте называть казахов казахами» мақаласы өте үлкен бетбұрыс болды. Өйткені Сейфуллин большевиктер арасында үлкен ықпалға ие болып, Ленин мен Сталинді жақсы білетін. Осы мақаладан кейін Қырғыз Советтік Республикасы Халық комиссарлар кеңесінің төрағасы, яғни үкімет басшысы болған Сәкен Сейфуллин қазақтарға өздерін қырғыз деп атауларын тоқтатып, өздерін енді қазақ деп атау туралы бұйрық шығарады. Қырғыз Советтік Республикасының барлық мемлекеттік органдарына қырғыз сөзін қолдануды тоқтатып, қазақ сөзін қолдана бастауға кеңес берілді. Мәскеу мен Сталиннің рұқсатынсыз бүкіл республиканы және бүкіл халықты қайта қазақ деп атауды бастау үлкен батылдықтың үлгісі. Сейфуллин бұндай батылдыққа ие болды және көп ұзамай қазақ халқының басқа басшылары оны ашық қолдай бастады. 1925 жылы 15 сәуір күні Ахмет Байтұрсынов 5-ші жалпы қазақ съезінде Қырғыз Кеңес Социалистік Республиканың атын Қазақ Кеңес Социалистік Республикасы етіп өзгертуді ашық түрде ұсынды, және бұл ұсынысты барлық делегаттар бір ауыздан қолдады. Осы сәттен бастап қазақтар қазақ деп атала бастап, Қазақстан деген термин пайда болды. Ал қырғыздарға келетін болсақ, қазіргі қырғыздар мекендеген жерлер Ресей құрамындағы Қара Қырғыз автономиялық облысына біріктірілді және Қара Қырғыз атауы ресми түрде қырғыз болып өзгертілді.
Осылайша тарихи әділеттілік қалпына келтіріліп, бауырлас қазақтар мен қырғыздар өз мемлекеттерін қайта құрды. Кеңес одағы қазақтарға мемлекеттілікті сыйға тартты деген сөз өте үлкен өтірік. Себебі қазақтар Мәскеуден рұқсат сұрамай-ақ өз есімдерін қалпына келтіріп, сонау 1464-65 жылдардан бастау алатын мемлекетін қайтадан құрды. Мұны біліп қана қоймай, мәңгі есте сақтап қалуымыз керек. Сейфуллин, Рысқұлов, Байтұрсынов және басқа да көптеген қазақ басшыларының қазақ мемлекеттілігін қалпына келтіруге қол жеткізген ерліктерін мәңгі есте сақтап, осы ел мен жерді аманат қылып келесі ұрпаққа жеткізу біздің ата-баба алдындағы қасиетті парызымыз. Сондықтан да өз тарихымызды танып білуге, оны қадірлеп қастерлеуге, кеңінен таратуға тырысайық. Қол күшімізді аянбай, тіл күшімізді аянбай, қазақ халқының мүддесін, Қазақстан Республикасының мүддесін қорғауға еңбек етейік. Бірлігімізден Алла тағала айырмасын. Барлықтарыңыз сау болыңыздар.